Рудный қаласы білім бөлімінің Ахмет Байтұрсынұлы атындағы жалпы білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімдері Карсакова Жанна Танжарыққызы, Идиресова Гүлпариза Киясқызы. Спот, вука, бани. Бұл сөздер сіздерге таныс па? Яғни бұл біздің қоршаған әлем. Спот әлемі 1980 жылы тұрақтылықты, болжамды, қарапайым, анық. Яғни бұл кезеңде бәрі қарапайым. Келесі кезең вука кезеңі 1980 жылдары мен 20 жылдарды қамтыды. Құбылмалылық, белгісіздік, күрделі, түсініксіз. Яғни бұл кезеңде үнемі бір нәрсе жасау, асығу. Ал бани кезеңі 2020 жылдан бері қарайғы кезең. Нәзіктік, мазасыздық, сызықтық емес, ақылға қонымсыз. Яғни бұл әлемде интернет желісі арқылы әртүрлі іс-әрекеттерді жасау. Енді бұл әлем мектептегі білімге қалай әсер етеді? Спот, мұғалім білім көзі. Мұнда 1980 жылға дейін бізде мұғалім жалғыз ғана болды. Жалғыз ақпарат көзі болды. Оқушы тек қана мұғалімнен ақпарат алып отырды. Білімге деген терезені мұғалім ғана ашып беретін болған. Ал вука әлемі мұғалім білім әлеміне жол серік, навигатор. Мұнда бұл мұғалім бағыт беріп, түсінік қалыптастырып отырды. Келесі бани. Мұғалім білім беру мазмұнының модераторы, конструкторы. Бұл әлемде жасанды интеллект пайда болды. Сонымен біздің тақырыбымыз бастауыш сыныпта жасанды интеллектті пайдалану. Мақсатымыз қазіргі әлем тез өзгеруде және бастауыш білім беру шетте қалмайды. Технологияның дамуымен жасанды интеллект біздің күнделікті өміріміздің маңызды элементтеріне айналуда. Бұл петидеяда біз жасанды интеллектті бастауыш мектепте оқу процесін оңтайландыру және оның тиімділігін арттыру үшін қалай қолдануға болатынын талдаймыз. Жасанды интеллект әртүрлі тәсілдермен оқыту үшін пайдаланылуы мүмкін. Мысалы, ол әр оқушының ерекшеліктерін ескере отырып, жеке бағдарламаларын құра алады. Сонымен қатар, мұғалімдерге сабақ жоспарларын құруда, оқушылардың үлгерімін талдауда және тіпті бақылау жұмыстарын жүргізуде қолдау көрсете алады. Жасанды интеллект мұғалімдер үшін олардың жұмысын жеңілдететін құнды көмекші құрал. Мысалы, ол оқушылардың үлгерімі туралы дереккөздерді талдауға, проблемалық сұрақтарға жауап беруге, анықтауға және шешімдерді ұсынуға қабілетті. Сонымен қатар, сабақтарды жоспарлауға және кесте құруға да көмектеседі. Бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған жасанды интеллектті қолданатын бірнеше платформалар. Sklodgy жеке оқу бағдарламаларын жасау үшін жасанды интеллектті пайдаланатын білім беру платформасы. Хан академиясы әртүрлі пәндер бойынша оқу бейнелері мен материалдарын ұсынатын сайт. Бұл ресурстағы оқушылардың жауаптарын талдайды және жеке ұсыныстар береді. Good Orange интерактивті сабақтар жасау үшін қолданатын бағдарламалауды үйренуге бағытталған платформа. Edpuzzle онлайн сабақтарды құруға және өткізуге арналған құралдарды ұсынатын сайт. Жасанды интеллект оқушылардың мінез-құлқын талдайды және оқу процесін жақсарту бойынша ұсыныстар береді. Word Party оқушылардың тілдік дағдыларын дамытуға көмектесетін ойындар мен тапсырмалар жасау үшін қолданатын ресурс. Brave оқушылардың логикалық ойлауын дамытуға ықпал ететін бас қатырғыштар мен тапсырмалары бар сайт. Contivity Class жасанды интеллект курстарын әзірлеуге арналған платформа. Оған оқушыларға осы тақырыпты тереңірек меңгеруге көмектесетін сабақтар, тапсырмалар мен тесттер кіреді. Сурет жасайтын нейрожелілер арқылы өзіңізге қажетті авторлық фотолар жасауға болады. Білім беру жүйесіндегі мұғалімдер үшін өте көмекші құрал тағы да бір платформа презентация жасайтын Gamma App деп аталады. Бұл платформаға кіру үшін міндетті түрде бірінші тіркелеміз. Тіркелген кезде көріп тұрғандарыңыздай терезе ашылады. Терезе ашылғаннан кейін жаңа батырмасын басасыздар көкті. Басқаннан кейін
орталарыңызда сіздерге мынандай терезе ашылады. Терезенің ортасындағы параждать дегенді басасыздар. Басқаннан кейін келесі терезе ашылған кезде өздеріңіз қалаған сабақта қолданатын кез келген тақырыптарыңызды жазсаңыздар, арнайы сіздерге презентация дайындап береді. Презентация дайындағаннан кейін өздеріңізге керекті фондарды таңдайсыздар да өздеріңізге жүктеп аласыздар. Қорытындылай келе, қазіргі әлемде технология біздің күнделікті өмірімізде көбірек енуде. Жасанды интеллект қолдану жұмыс процесін едәуір жақсарта алатын ең өзекті және перспективалы салалардың бірі білім беру. Атап айтқанда, бастауыш сынып мұғалімінің кәсіби қызметінде жасанды интеллектті қолдану қазіргі білім беру процесінің ажырамас бөлігі бола алады. Бастауыш сынып мұғалімдері балалардағы білім мен дағдылардың негізін қалыптастыруда шешуші рөл атқарады. Олар әр баланың даму үшін жайлы және қауіпсіз білім беру ортасын жасайды. Сонымен қатар, мұғалімнің жұмысы үлкен уақыт пен энергияны қажет етеді. Сабақтарды жоспарлау, материалдарды дайындау, оқушылардың жұмысын бағалау және тағы басқалар. Жасанды интеллект қолдану барысында осы тапсырмалардың бірқатарын автоматтандыруға және оқушылармен жақсы жұмыс жасауға уақыт бөлуге мүмкіндік береді. Осылайша, бастауыш сынып мұғалімінің кәсіби қызметінде жасанды интеллектті қолдану білім беру процесінің едәуір жақсартылады. Бұл мұғалімдерге әр баланың жеке қажеттіліктеріне назар аударуға көмектеседі. Оларға оқудың жекелендірілген тәсілін ұсынады. Сонымен қатар, әр оқушының үлгерімі туралы деректерді талдауда және одан әрі даму үшін ұсыныстар беруде пайдалы болуы мүмкін. Нәтижесінде жасанды интеллектті қолдану мұғалімдерге өзінің кәсіби міндеттерін тиімдірек орындауға мүмкіндік береді және жалпы білім беру сапасын арттырады.